Инженер, кәсіпкер, өнертапқыш, инвестор, миллиардер, Tesla және де тағы да басқа үлкен компаниялардың басшысы, Forbes журналындағы 5-ші рейтингте тұрған адам Илон Маск. Және де бұлмен қоймай, әлемдегі ең ультрапродуктивті адамдардың бірі болып табылады. Бүгін мен 24 сағат бойы Илон Масктың өмірін түсіретін боламын. Илон Маск түнгі сағат 1-де жатып, таңғы сағат 7-де тұрады. Және де бұл 6 сағаттық ұйқы оған жеткілікті. Таңертең таңғы сағат 7-де тұрғаннан кейін беті-қолын жуып душқа түседі. Илон Маск таңғы асқа перекус немесе кофе ішеді. Оның айтуынша, таңғы асқа көп уақыт құрту қажет емес. Мен кофе ішіп болдым. Енді кофе ішіп болғаннан кейін Илон Маск жұмысқа көшеді. Және де ол бір күнде 12 сағат пен 16 сағаттың арасында жұмыс жасайды. Бір аптаның ішінде 100 сағат жұмыс жасайды. Және де ол осы арқылы 4 айдың ішінде басқалары бір жылда жететін жетістікке жетеді. Енді менде қатты жұмыс істейтін жұмыстар жоқ, себебі мен оқушымын, сабақ және де қазір мен видеоға идеялар жазатын боламын, сценарий, ағылшында жазатын боламын. Енді кеттік. Бір сағаттай уақыт өтті. Мен видеоға бір айлық идея және де шаблондар, дизайнға арналған ағылшын, бұның барлығын бітірдім. Енді тағы жазып болады, тағы кішкене жазып бастаймын видеоға идея. Содан кейін келесі планға көшетін боламыз. Негізі ерте тұрғанның көмегі өте көп. Және де негізі мен бұлардың барлығын артқа қалдыра беретінмін. Келесі күн деп, сол кезде енді басталған кезде уақытының көбін алады. Енді мен бұлардың барлығын жасап тастадым. Идеялар көп. Илон Маск өзінің жұмысының ортасында немесе соңында тренировка жасайды. Қазір мен спортивный площадкадамын. Тренировка жасайтын боламын. Сағат примерно 10:30-11:00 болып қалды. Манадан бері мен идеялар барлығын жазып болдым. Енді алдағы уақытта мощный видеолар шығуы мүмкін. Немесе мүмкін емес болады. Түскі асты Илон Маск таңертеңгі завтрак секілді ол көп қатты жемейді. Тек қана 5 минут. Таңғы асыда 5 минут, түскі асыда 5 минут. Яғни ол перекус немесе встречаларында тамақ жеп отырады. Перекустар, фрукты, салаттар, сондай ғана. Тек қана жеңіл тамақтар жейді. Себебі оның айтуынша таңғы ас пен түскі ас тек қана уақытты көп алатын істердің бірі деп ойлайды. Қазір сағат 5-тен 15 кетті. Енді Илон Маск жұмысы біткеннен кейін ол өзінің отбасына уақыт бөледі, және де кино немесе сериал қарайды. Енді қазір мен кино қарайтын боламын. Сәлем, кешегі күннен бір күн өтті. Кеше түсімімнің себебі бар. Мен кеше кино қарайын деген болатынмын, бірақ кино қараған жоқпын мен. Достарыммен негізі план болмаған, достарыммен шығу, бірақ достарыммен шығып сөйлесіп әңгіме айтып қайттым. Содан кейін үйге келдім. Үйге келгеннен кейін кешкі ас іштім. Кешкі аста Илон Маск басқа да нормальный адамдар секілді ол дұрыс тамақтанып ішеді. Таңертең түскі аста емес. Кешкі асты ішіп болғаннан кейін мен жаттым, телефон қарап кішкене. Содан кейін төсегімді салып алдым да бірден жатып қалдым. Қатты шаршап қалдым. Илон Масктың графигіне менің денем уже қалыптаса бастағандықтан уже мен ұйқым келді. Тамақ ішіп болғаннан кейін, тамақ ішкенде адамның энергиясы тамақты қорытуға бөлгендіктен мен уже шаршап қалдым. Таңертеңнен бастап көп жұмыс жасағасын, уже менің денем бұған шыдай алмай қалды. Себебі мен таңертеңнен бастап бұндай қатты жұмыстар жасамайтын едім. Мінекей осылай Илон Масктың маған күні ұнады, себебі оның көптеген привычкаларын мен өзіме алдым. Және де жаңа жылға қойған менің мақсатым, яғни каналымызда 200 подписчик жинау. Сен бұған көмектесе аласың. Тек қана подписаться деген кнопканы басып, маған үлкен қолдау бере аласың. Видеоны лайк басып каналға жазылып кет. Сенімен болған мен Рахат. Келесі видеода көрісеміз. Сау бол.